Мәдина қаласы бұрын Ясриб деп аталған. Ол пальма ағаштарының көптігімен ерекшеленген. Және екі тасты өңірдің арасында орналасқан еді. Ол екі өңір қара тастардан тұратын аймақтар. Біреуі оңтүстігінде Айыр тауы, екіншісі солтүстігінде Ухудта орналасқан. Үйлер тастардан салынған болатын, балшықтардан емес. Қаланың ортасында пайғамбар мешіті орналасқан. Оған апаратын барлық жолдар мешітке келіп тірелетін еді. Әрі ол қоршалған болатын. Мешіттің соңғы жағында құрма жапырақтарынан жасалған суффа орналасқан. Бұл кедейлер мен мұқтаждар паналайтын арнайы орын еді. Міне бұлар Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламның жұбайларының бөлмелері. Айша анамыздың бөлмесі, Али радиаллаху анху және Фатима аз-Захраның бөлмесі, Зейнеп анамыздың бөлмесі, Умму Хабиба анамыздың бөлмесі, Жуайрия анамыздың бөлмесі, Сафия анамыздың бөлмесі, Сауда анамыздың бөлмесі, Умму Салама анамыздың бөлмесі. Міне бұл жерде Омар ибн Аль-Хаттаб пен Абу Бәкір ас-Сиддиқтың үйлері орналасқан. Ал мына жерде Амр ибн Ас пен Халид ибн Валидтің үйлері болған. Қабірстан қаланың шығыс бөлігінде орналасқан. Мәдинада Алла елшісінің әйелдері мен көптеген сахабалары сол жерде жерленген. Міне бұл Осман ибн Аффанның үйі және оның әйелдері тұрған жер. Мына жерде екі үй бар, кішісі және үлкені. Абу Бәкір ас-Сиддиқтың Алла оған разы болсын үйлері. Міне бұл жерде Бәни Саиданың шатыры болған. Бұл Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болғаннан кейін сахабалар жиналған орын. Бұл жерде олар халифа сайлау үшін жиналатын болған. Ал мына жер Абу Талханың бағы. Ол жерде құдық бар. Алла тағала жақсы көрген нәрселеріңді Алла жолында жұмсамайынша игілікке жете алмайсыңдар деген аят түскенде, Абу Талха, «Ва Алланың елшісі, оны Аллаға және оның елшісіне садақа етемін» деді. Сонда Алла елшісі, бұл ұтымды сауда деді.